Қымбатты тыңдарман, армысыз. Арнама тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдырыңыз. Сүйінші, әйеліңіз қыз туды. Маржандай тізілген аппақ тістерін көрсете, ақсия күлген ақ халатты медбике өзінен хабар күтіп тықыршып тұрған Ерденнің түрі бұзылып кеткенін көріп, езуін жия қойды. Салмағы 3 келі 300 грамм, бойы 25 сантиметр деді, сосын бәсең дауыспен. О, бойы саған тартқан биік болады екен деді. Ерденнің қасында тұрған жолдасы Сәбит мәз болып. Қойшей деді Ерден оған жақтырмай қарап. Қаны өте серік топқа жатады. 4-ші резурсы минус деді медбике. Бар ақпаратты тезірек жеткізгісі келгендей тез-тез сөйлеп. Өйт деген ай, қанның тобы да сенікі екен ғой деп ойында ештеңе жоқ Сәбит Ерденді иығынан қағып қалып. Сол сәтте булығып әзер тұрған Ерден Сәбитті итеріп жіберді де кілт бұрылып перзентхананың қақпасына қарай адымдай жөнелді. Әй, қайда кеттің? Айсұлуға бармаймыз ба? Ерден. Бала күннен бірге өскен сыралғы досының әуелі батылсыздау, содан соң ышқына шыққан даусы Ерденді тоқтата алған жоқ. Артына қайырылып қарамастан қолын бір сілтеді де әрі қарай кете берді. Сол қалпы беті ауған жаққа жүре берген ол бойын билеген өкініш пен ыза ма, әлде өзінен өзі аяу ма, әйтеуір бұрын соңды бастан кешпеген бір сезіммен арпалысып, перзентханадан ұзап кеткенін байқаған жоқ. Адамдар мен машиналар ерсілі-қарсылы ағылған үлкен көшеге келіп тірелгенде барып есін жиды. Япырау, менікі не? Айсұлудың айы күні толық отырғанда аяқ астынан іс-сапарға кеткен болатын. Қиыла қараған келіншегіне бармасам болмайды, бастық көнбей отыр деген ант сушып. Шындығында іс-сапарға өзі сұранған. Айсұлу босанатын кезде қалада болудан. Жоқ, Айсұлу босанғанда өзі күтіп жүрген ұл деген сүйіншін емес, басқа хабарды естимін бе? Сол кезде өзімді ұстай алмай қаламын ба деп жүрегі алабұртқан. Ұл болса, әрине еш уайым жоқ. Онда бұл өзін қалай ұстаса да, қалай тойласа да, әжесі айтатындай сот жоқ. Тек анасының құрсағында жатып-ақ мұның жүрегін өрекпітіп қойған перзентінің кім екенін білмей Ерденнің амалы құрыды. Жұрттың бәріне баласының ұл не қыз екенін оп-оңай айтып беретін ОЗ деген озық техникада бұларға келгенде дәрменсіз болып шықты. Екі рет түскенде де бала бері қарамай қойыпты. Кімде болса балаңыз әдепті ибалы болады екен, дәрігер өзіне телміре қарап тұрған Ерденге күлімсірей сөйлеп. Ерден сонда ұялып, япырмай, мені қыздан безер болған біреу деп ойлап қалды ма екен деп ойлаған былай шыға бере. Қайдан білсін, қыздарын жүрегі езіле жақсы көретінін. Жолдастарының арсын-күрсін сөйлеп, алысып-жұлысып жататын ұлдарымен салыстырып, талшыбықтай майысқан қыздардың түр-сипаты үшінде, мінез-құлқы үшінде іштей марқайған кездері аз еместі. Тіпті екінші қызы туғанда баракадельсің деп қажыған жолдастарына, ей жігіттер, ұл жасау деген қиын боп па? Шотпен шапқандай қобалақ-собалақ етіп шығара саласыңдар. Бір жері шүртиіп тұрса болған әйтеуір. Ал қызды хас дәрігердің қолынан шыққан бұйымдай қай қырынан қарасаң да көз жауын алатын өнер туындысындай етіп шығару керек деп қалжыңдаған еді. Бірақ уақыт өте осындай әңгімелерден кейін сол шүртиіп тұрған бір жері бар баласының жоқтығы туралы ұры ой жылт ете қалатын болды. Алғашында сонша мән бермейтін. Жылт еткен ой сол бойда ұмыт болатын. Қартая бастаған әкесінің Ерденде 2 қыз, Ермекте 3 қыз, тегіміз осымен тұйықталатын шығар деп күрсінгенін естіп, шешесінің Аманбаевтардың атын шығаратын бір ұл болса деп көз жасын сығып алғанын көргелі бері, ұлым болса деген ой ойламаған жерден сап ете қалып, кәдімгідей мазалайтынды шығарды. Бірақ әлденеден қустанып, ата-анамның тілегі орындалар еді деп өзін-өзі ақтауға ұмтылатын. Обалы нешік, жарының жанын тапқызбай көгін алабұрттырып жүрген арманын Айсұлу айтқызбай ұққан болатын. Себебі ұл туу өзінің де арманы еді. Бірақ Алла тағала бұларға анасы айтатындай бір түстес бала берсе, мұның қолынан не келеді? Ерден екеуінің 30-ға таяп барып қосылғаны да бұлардың табиғат берген бала сүю мерзімінің өзі қатарларына қарағанда қиынырақ,
әрі қысқарақ болуына әсер еткендей. Айсұлу сонда да болса үмітін үзген емес. Емделіп жүріп, жасы 40-тан асқанда үшіншісін көтерді. Ерден міне осы сәбиінің дүниеге келуін қобалжи күтті. Көңілі қаламаған хабарды естіген кезде өзін лайықты ұстай алмай қалам ба деген қорқыныш та содан туындаған. Сосын Айсұлуға кім туғанын өз құлағымен естиін. Дәрігерлер перзентханаға әкетерде хабарлас, самолетпен ұшып жетем дегенде іссапарға жүріп кеткен. Іссапар деген аты ғана мандытып еш тірлік бітірген жоқ. Көңілі алаң болып, қайта-қайта қалта телефонын қарап жүргенде Айсұлу перзентханаға кетіп бара жатқанын хабарлаған. Ерденнің дегбірі қашып, өзі білетін барша әулие әнбилерге сыйынып, бұрыл берші деп жалбарынды. Бірақ көңілінің бір түкпірінде осынымның бәрі бекер ғой деген ұры ой қылаң берген. Жаратушының сездіргені ме екен? Айтқандай әуежайда күтіп алған Сәбит Айсұлудың перзентханаға түскенін естіп, жолай бір құшақ гүл сатып алған. Ол гүлін беріп жіберсе, Айсұлу мұның келгенін біліп күтіп отырған шығар. Ал менің жүрісім мынау. Ерден қол көтеріп бір машинаны тоқтатты да үйінің мекен жайын айтты. Ондағы ойы қыздарын перзентханаға ертіп апару болатын. Есіктен кіре берген мұның мойнына асылған Айжан мен Әсел әкесінің құшағына таласып, менің папам, жоқ менің папам деп жүрегін шаттыққа бөледі. Қане, дауласуды қойыңдар, екеуінің де папаңмын, дұрысы үшеуіңнің де, деді Ерден қыздарын бауырына басып. Тез киініңдер, перзентханаға барып бөпемізді көрейік деп орнынан тұрды. Ерденнің келіншегі босанып, үшінші қызды дүниеге әкелгені туралы хабар ағайын мен жора жолдастың құлағына сол күні-ақ жетті. Тағы қыз ба десті Ерденнің ұлдан үмітті екенін білетін кейбіреулер. Бірақ Ерденді көрген кезде қауқылдасып, арқасынан қағып құттықтап жатты. О, Ерден әке, байитын болды, деді ауладағы шатырда көкөніс сататын өзбек жігіт. Өз елінде ұзатылатын қызы көп әкенің мәртебелі болатынын білетін ол Ерденді көрген кезде қалбалақтап қолын ала жүгірді. Үш қыз тәрбиелеп өсірген әкенің орны жұмақта, деді көрші тұратын Қажапа. Айсұлу перзентханадан шыққан күні енесі көрші көлемді шақырып шілдехана жасаған. Қажа апа Ерденнің көңіліндегі алабұртуды сезді ме, әлде өмірден көрген түйгеніне сүйеніп басқаларға да құлақ қағыс еткісі келді ме, кім білсін. Ұлды шаңырақ иесі дейміз ғой. Бірақ қыз бала қашанда ата-анаға жақынырақ деп қойып біраз әңгіме айтты. Жас келіншектерді біресе күлдіре, біресе күрсінте отырып, не ексең соны орарсың деген, қыз туды деп әйелдің кінәлау жөнсіз деп мәселені де қозғап кетті. Әңгімесінің шілдеханадағыдан гөрі телевизордан берілетін ақыл кеңестердей тым салмақты болып бара жатқанын байқап, қыз бала әкеге жақын болады дегенді мына Айжан мен Әселден ақ көріп жүрмін. Әкесі дегенде Айсұлуды сатып жібереді ғой шіркіндер деп онысын Ерденге қоштатып қойды. Ерден кішкентайын Аружан деп атады. Ару десе дегендей, көзі қарақаттай мөлдіреген балапан шашы бұйраланып, аппақ жүзіне ерекше әрі берген сәби күн сайын түрлі қылық шығарып өсіп келе жатты. Әкесі үйге кірген бойда жылағанын қоя қоятын болды. Есіктен кірген бойда қолын алмаса, дүние күйіп кеткендей жылайтынды шығарды. Әкесінің қасында жатса ғана ұйықтайтын әдет тапты. Ерденнің өзі де Аружанды ерекше жақсы көрді. Үлкен екі қызын да жақсы көреді ғой, бірақ кішкентайы десе ішкен асын жерге қоятын. Қайда барса да қасынан қалдырмай ертіп жүретініне жұрттың көзі де үйренді. Міне, бүгінде мекемелерінде өтетін мерекелік іс-шараны көрсін деп қызын өзімен ерте келді. Қарсы кездескен бір танысы, "Ау, мына жігіттің аты кім?" деді Ерденге қолана қарап. "Қызым ғой, аты Аружан", деді Ерден байыппен сөйлеп. "Қой, қайдағы қыз? Өйтіп жасырмай-ақ қой, сенің қыздарың өсіп кеткен жоқ па? Ал мынау жігіт тура сенің кісірі көшірмең, маладес", деді танысы көзін қысып қойып. Шындығында да бір көрген жан тізеден жоғары қысқа шалбар, жұқа футболка, жеңіл кроссовка киген Аружанның ұл не қыз екенін ажырата алмас еді. "О, Ерден Мұратханович, ұлыңыз аузыңыздан түсіп қалғандай екен", деді сол жерге келе қалған Гүлмира есімді тележурналист. Оның осындай іс-шаралар туралы репортаж жасап жүретінін Ерден білетін.
Мен ұл емеспін, аружанмын, деді сәби бұртиып. Солай ма? Өкінішті, ұл болғаныңда вообще күшті болатын еді, деді даусын құбылта сөйлеген журналист Ерденге көзінің астымен қарап. Қызымның қай жері ұнамай қалды, деді Ерден қылымсып тұрған тележурналистке ашулана көз тастап. Ол әлде адам жанына бататын жайлар болатынын білмейтін терісі қалың біреу ме, әлде біле тұра өзімдікі дұрыс деп табандап отырып алатындардың қатарынан ба екен? Айтқан сөзіне титтей де қысылмай, ұл еместігі, деді басын бір жағына қисайта мырс-мырс күліп. Шала таныс әйелдің еш қымсынбай айта салған сөздері Ерденнің жүрегіне біз сұғып алғандай әсер етті. Содан бастап Ердан адамдардың сөздерінен астар іздейтінді шығарды. Балалар аман ба, деді ауылдан келген туысқаны кездесіп қалып. Қыздар деуге мені аяп тұр ғой, деп ойлады Ерден іштей. Балаларыңызды жаңа жылдық шыршаға әкелесіз бе? Мен тізім жасап жатырмын, деп сұрады хатшы қыз. Әдейі қыздарыңызды демей тұр ғой деген ой жүрегінен шаншып өтті. Ақыр-аяғы хатшы қызда ұлы жоқ деп мені місіркейтін болды, деп ойлады мұңайып. Бара-бара ұлының жоқтығы күндіз ойынан, түнде түсінен кетпейтін болды. Ішіне бір түсіп алып, кеулеп жеп жатқан жегі құрттай барлық арман мақсаттарын көмескілендіріп, өмірде ұлды болудан басқа мұраты жоқ адам қалпына түсірді. Небір қуанышты кездерінде неге менің ұлым жоқ деген ой жылт ете қалып, асып тасқан көңілін саптыятын. Шүйкебас тележурналистің мысқылды даусы құлағында жаңғырып, талай рет ұйқысынан шошып оянды. Қап сені ме, деді жастығын мыжғылап отырып. Бірақ кіжінгенмен не істейді? Еркек болса бар ашу-ызасын қорытқан қорғасында етіп, жұдырығына құйып, өлімші етіп сабар ма еді, кім біледі. Қарамағында істейтін біреу болса, жұмысына мін тағып, қудалап күн көрсетпес пе еді. Бәлкім сонда көкірегіндегі қыжылы қайтарма еді. Енді не істей алады? Ішкі арпалысын баса алмай аласұрып жүргенінде Гүлмира телефон шалды. Түк болмағандай сөйлеп, компанияның ірі тұлғалары туралы хабарлар циклін жасап жүргенін, жоспарында бұл туралы да фильм түсірмек ойы бар екенін айтып, кездесуді ұсынды. Ерденнің қаны басына шапшыды. Дәл қазір кезінде өзін ұлың жоқ деп мүсіркеп кеткен оны атарға оғы жоқта еді. Кездесуден үзілді-кесілді бас тартты. Келесі күні Гүлмира Ерденнің кеңсесіне келді. Кейіпкерлермен тілдесуде жинақтаған талай жылғы тәжірибесі бар емес пе? Ерденнің түйілген қабағын жазу үшін бар өнерін салып, әйелдік арбау-баурау амалдарын жұмсап бақты. Көзін төңкере қарап, дауысын құбылтып, компанияның еден табысында мұның үлесі аса қомақты екендігін, былайғы жұрт жақсы білетіндігін айтқанда, адам деген пенде ғой. Осыған дейін міз бақпай отырған Ерден елең ете қалды. Бірақ тап осы сәтте, тап осы шүйкебастың күні кеше ғана Аружанның ұл еместігі ұнамағанын мысқылдай айтқаны құлағында жаңғырып, есіне кенет бірдеңе түскендей бетіне тесіле қарады. Өткендегі сөзден бері осы әйелді жасытып, жігерін құм етсем деген бір қызыл ой пайда болған. Сол ойдан біразға дейін арыла алмай жүрген Ерден оңтайлы сәттің келгенін түсінді. Қабағын серпе қарап, әп-бәлем, деді іштей. Бірақ онысын білдірмей, түсін сәл жібітіп, ойланайық, деді. Гүлмира қуанып кетті. Қулығына құрық бойламайтын оның өз есебі барды. Олжалы болатынын сезді. Тұрмыста жолы болмай, алғаш бас қосқан адамнан ажырасып кеткен соң, екінші қайтара күйеуге шықпасқа ант еткен. Оң-солын танып, карьера жасап барып, отбасын құратын шетелдік қыздар ақымақ емес шығар, дейтін ол құрбыларына. Шетелдік өмір салтына еліктеп, бірер адаммен азаматтық некеде тұрып та көрді. Сонда бір байқағаны, мұндай қатынастар еркектерге ғана қолайлы екен. Тең құқылы, бірақ өзара жауапкершілігі жоқ. Қарым-қатынастан тез жеріді. Уақыт болса алақаннан сосылдап төгілген құмдай өтіп жатты. Жасы ұлғая бастағанын, бала сүйгісі келгенде түсінді. Блокнотын ақтарып отырып, осыдан бірер жыл бұрын өз хабарына түсірген генетик келіншектің телефонын тауып алып, білесің бе, менің бала туғым келеді, деді. Амандық саулық сұрасқаннан кейін. Туыңыз, деді ғалым келіншек күле сөйлеп. Бір мәселе бар, соны ақылдасуға келейін деп едім, деді жұмбақтап. Ғалымның келіңіз дегенін ести сала құстай ұшты. Менің ұл туғым келеді, деді бұл мәселені төтесінен қойып. Өткенде сіз баланың жынысын жоспарлауға болады деп едіңіз.
Маған қолайлы кезеңдерді есептеп шығарып беріңізші. Онда жалпы бұл сіздің жеке шаруаңыз екенін білемін. Менікі тек өмірден түйген жайды айтып өту ғана. Жалғыз бастысыз, өзіңізге серік болатын, әрі кейін қарайласып тұратын қыз туғаныңыз жөн емес пе? Рахмет, ұл тусам жалғыз болмайтынымды білемін. Ол өзіне таңдана қараған дәрігерге жұмбақ түрмен күлімдей көз тастады. Гүлмираның ішкі есебі мықты еді. Қай заманда да қазақта ұлы жоқ болуын атын жоғалтумен барабар санайтындардың болатынын ол жақсы білетін. Тарихта мұрагер керек деп 40 қатын алған хандардың болғаны, қыздарын жан қатарына қоспай балам жоқ дейтінде бектердің жер басып жүргені жұрттың бәріне белгілі емес пе? Солардың ізбасарлары бүгінгі заманда да бар екен. Тіпті кейбіреулердің мұның хабарларына да қатысып, ол десе ішкен асын жерге қойып отырғанын көзбен көрген. Ішінде небір қасқасы мен жайсаңы бар. Солардың біреуінің етегінен неге ұстамасқа? Ол үшін бар болғаны ол туып беру керек. Сосын рахат өмір басталады. Шіркін. Тірі пендеге білдірмеген жоспарын дәрігерге айтсын ба? Жұмбақтай күлімсірегені сондықтан. Өзі білетін, ұлға ынтызар болып жүргендердің ішінен Гүлмираның таңдауы Ерденге түсті. Ақылды, көрікті, бай, лауазымы биік және де басқа кандидатураларға қарағанда жасырақ, қоғамға әжептәуір танымал, өз саласында аты бар адам. Ең бастысы, естуі бойынша соңғы бірер жылда ұлы жоқтығын уайымдап жүр деседі. Ендеше тура маған лайық контингент екен деп алақанын ысқылап фильмге түсуге келісімін алудың түрлі жолдарын ойластырып келген. Болашақ кейіпкері бұл ойлағандай көп жалынтпағанын жақсылыққа жорып жымиып қойды. Деректі фильмнің алғашқы бөлігі бейресми жағдайда Ерденнің таудағы саяжайында түсірілді. Бірінші күні былай жүріңіз, мұнда қараңыз, өйтпеңіз, бүйтпеңіз деп ығырын шығарған түсірушілерден құтылғанша асыққан Ерден қайдан келсе қойып едім деп өзін іштей мың рет сөккен шығар. Бірақ ашуын сыртына шығаруға қашанғы әдептілігі жібермеді. Кешке таман бұл үшін жұмыс істеп құлаш-құлаш таспасы шығарған түсірілім жасаушылардан бостан-бос қайтаруды ұят санап дастарханға шақырды. Коньяк ішіп көгілденген топ ұзағырақ отырып қас қарайғанда жолға шықты. Алдында ғана коньяктан басым айналып тұр, сәл жата тұрайыншы деп диванға қисалған Гүлмираны оята алмаған әріптестері бір-біріне жымың-жымың етіп қарап, бастарын шайқап қалаға өздері кетті. Ерден үйіне ертеңіне ғана түн ортасы ауғанда оралды. Фильм теледидардан көрсетілгенде Ерденнен бұрын Айсұлу мен қыздары қатты қуанды. Күйеуінің қажеті қанша дегеніне қарамай аста-төк дастархан жайып, шығармашылық топты үйлеріне шақырды. Өздері көңілді жандар екен деп ойлады ас үй мен дастархан арасында зыр жүгіріп жүріп. Тележурналист келіншектің тым еркіндігін кәсіптік ерекшелігіне балады. Ерденнің өзін сәл қолайсыздау ұстағанына, қонақтардың әлденеге жымыңдасып бірін-бірі түрткілеп отырғанына тіпті мән берген жоқ. Қыстың алғашқы айында Гүлмира Ерденге телефон соғып, өзінің жүкті екенін хабарлады. Ол өз шаруаң деді Ерден. Мен семьямды тастап, саған үйленем деп уәде берген емеспін. Үйленбей-ақ қой, деді әйел нығырлай сөйлеп. Ұлың әкесіз өседі дегенде Ерденнің бүйрегі бүлк ете қалды. Сонда да өзін ұстап, дауыс мәнерін өзгерткен жоқ. Көріп келдігің бар ма еді? Ол екенін қайдан біле қойдың? Есесіне сен ғалым емессің бе? 21 ғасырда баланың жынысын алғашқы апталарда-ақ білуге болатын естімеп пе едің, деді еш саспай. Ерденнің тілі күрмеліп ештеңе дей алмады. Жаманат жерде жатпайтыны тағы да дәлелдеп, жарының опасыздығы туралы өсек Айсұлуға да жетті. Әңгімені бастауға дәті бармай жүрген Ерден Айсұлудың ашулы сөздерін үнсіз тыңдап отыра берді. Кінәлімін, бірақ оны сенен артық көргенімнен барған жоқпын, деді бар болғаны. Өзің не айтып тұрғаныңды түсінесің бе? Ондайға ынтық болып бармағанда қайтып барады. Жек көріп тұрып бір төсекке жаттым дегеніңді барып ақымақтарға айт. Сенсең сен, сенбесең қой, шыным сол. Әуелгіде ұлың жоқ дегені үшін оны жер етіп төмендеткім келді. Ал әйел үшін қорлықтың зоры еркектің өз ойын орындаған соң оны тастап кетуі.
Мен де оны соңынан жүгіртейін, кіріптар етіп жалындырайын дегенмін. Бірақ ол менен асып түсті. Ұл туды деп соңғы сөзін терең күрсініп айтты. Айсұлу бәрін де түсінді. Иә, бұл ұл туып бере алған жоқ. Сол үшін Ерденнің қорланып, өзін бақытсыз сезініп жүргенін де сезеді. Бірақ бақыт баланың ұл не қыз болуында ма екен? Осынша құрбандыққа апарған ұлдың ұшпаққа жеткізеріне кім кепіл? Қыздарын айналтып, үйірілтіп, ет жүрегін елжіреткен әкелік сезімін бір-ақ сәтте ұмыттырған ұл. Жарық дүниеге келер жолыңа тап өзіңдей 3 перзенттің көз жасы төгілгенін сезесің бе? Дүниеге келісімен бір отбасының шырқын бұзған ұл. Өмірде қандай болар екенсің? Шым-шытырық ойға шырмалған Айсұлу Ерденге біреулерді жылату арқылы бақытты болу мүмкін еместігін айтқысы келген. Бірақ дәл қазір оның ұлды болғаннан басқа ештеңені ойлай алмайтын күйде екенін түсініп, әңгімені созудың қажеті жоқ деп шешті. Ұлды армандағаныңды білемін. Бірақ сенің арманыңның арман емес, өмірдің бар мәнін перзентіңнің жынысымен есептейтін ауруға айналғаны өкінішті. Сондықтан, деді ашулы көзімен Ерденге бұрылып, жолыңа кесе көлденең тұрып қайтем. Бар, жолың ашық. Бірақ ойнастан туған оңбас деген сөздің бекер айтылмағанын ұмытпа деп жалт теріс қарады. Қашанда өз пікірін білдіру үшін оны ішкі безбеніне салып, таразылап алып барып сөйлейтін Айсұлудың соңғы сөздері денесін тітіреткен Ерден есікке беттей беріп тоқтай қалды. Қарсы уәж айтқысы келген, аузына дәлелді сөз түспеді. Содан соң, ой қазақ не демейді деп қолды бір сілтеп, өзін маған не қатысы бар деген оймен алдандырып кетуге бет алды. Жанары жасқа толған Айсұлу жатын бөлмелерінен иығын сәл қушитыңқырап шыға бергенін Ерденді көзбен ұзатып, екеу ара небір тәтті сәттері өткен төсектерін үнсіз сипап тапжылмай отыра берді. Сыртқа беттеген Ерденнің аяғына Аружан келіп оратылды. Папа, қайда бара жатырсың? Мен де барам, дейді әкесінің аяғын құшақтап. Ерденнің жүрегі шым ете қалды. Есіктің жақтауына сүйеніп тұрған Әселді бетінен сүймекші болған. Ол өкси теріс айналып кеткенде, Айжан әкесінің қасынан сырғи өтіп, әкесі мен анасының жатын бөлмесіне кірді. Мама, папаны жібермеңізші, сіз оны сүйемін деуші едіңіз ғой. Сүйемін. Сүю деген сүйген адамыңның бақытты болуын тілеу қызым. Ал әкеңнің бақытты болуы үшін ұл керек болды. Ал бізше, бізді тастап кете бере ме? Ештеңе істеуге болмай ма? Ештеңе істеудің қажеті жоқ қызым. Менімен ғана болсын деп түрлі амал қолдану, сүйген жанның емес, есебі мықты аярлардың тірлігі деген анасына айтар сөз таппай Айжанның амалы құрыды. Көрерміз деп өксіп отырып, көрерміз әлі. Уақыт сынаптай сырғып, арада бір талай жыл өтті. Алма-кезек ауысқан жыл мезгілдерімен бірге Айсұлудың отбасында көктемдей шуақты, қыстай қатты, жаз бен күздей мәуелі оқиғалар болып, кезінде ұяларының шырқын бұзған жайда бірте-бірте ұмытылған сияқты. Жыл сайын жаңа қызығымен, кездейсоқ сынымен келген өмір ағыны шынақ ұмыттырды ма, әлде ұмытқан сыңай танытты ма? Әйтеуір Айсұлу мен қыздары ол оқиғаны еске алмайтын. Тек анасы адам қолдан келгенше жақсылық жасауға ұмтылу керек деген кезде Әселдің қалай ойлайсыз, істеген жамандығының өзіне қайтып оралғанын біреулер біледі ме екен деп сұраулы жүзбен қарағаны болмаса. Айсұлудың асып таспасақ та көштен қалып жатқан жоқпыз, шүкір дегеніне Аружанның әне бір күні асып тасқандар туралы да естіп жүрміз деп қалғаны болмаса. Айсұлу қыздарының нені меңзеп айтқандарын әрине түсінбейді емес, бірақ әңгімені өрбітпеуші еді. Тіпті қой балам, әкең байғұс жетісіп жүр дейсің бе деп тоқтау салатын кездері көп. Себебі ұл топқан әйелімен некелесте де көңіл жарастыра алмаған Ерденнің ішкілікке салынып үйінің берекесін кетіргенін, тіпті оған қол жұмсап істі бола жаздағанын, Гүлмираның қайнатасына барып балаңыздан құтқарыңыз деп жалынғанын бұлар да естігенді. Ал таяуда
Ұлы кәмелетке толғанда Ерденнің су жаңа шетелдік машина сыйлағанын, баласының оны апта өтпей жатып қиратып, өзі әупірімдеп тірі қалғанынан да хабардар болатын. Сондықтан да бір кездері сүйіп қосылған жарының адасып, жора жолдастарының арасында жар шұрқ етіп жүретін есіл азаматтың сонша құлдырап кеткенін ойлап, Ерденді аяйтын Айсұлу. Анасының қас-қабағын баққан қыздары да сосын бұл тақырыпты қаузай бермей, оның сезімін құрметтеп, аялап тірлік етіп жатты. Осылайша бір-бірінің жанын түсініп, өзара елбесе, жайма-шуақ күн кешкен отбасы жаңа жыл қарсаңындағы тымық кеште аяқ астынан дүрлікті. Беймезгіл уақытта телефон шалған Айжан, Ерденнің ұлы мас болып, топтасып қыз зорлады деген айыппен қамауға түскенін хабарлады. Бұларды шошытқан хабардың екінші бөлігі еді. Ұлмен жолығуға жаны ұшырып келе жатқан Ерденнің өзі машинасымен аударылып, ауыр халде Айжан жұмыс істейтін ауруханаға жеткізіліпті. Жедел жәрдем келгенше далада қатып қалып, көп қан жоғалтыпты, деді дауысы дірілдеп. Қан табылмай жатыр, сирек топқа жатады ғой. 4-ші минус резус фактор. Қан талдамалары дайын болған соң, нейрохирургия бөлімінің меңгерушісі Хамитбек аға екеуміз операция жасайтын болдық. Айсұлудың құлағы шыңылдап кетті. Ерден таң ата наркоздан оянғанда қасында Сәбит отыр еді. Қиналған да, қуанған да жанынан табылатын адал дос Ерден ауруханаға түскелі бері көкте Аллаға жалбарынып, жерде дәрігерлерге жалынып, күні-түні осында жүрген. Төсегінің қасында ақ халат киіп мүлгіп отырған Сәбитті көргенде Ерденнің есі кіріп, көз алдынан бүкіл оқиға зырылдап өте бастады. Жол, сапырылысқан адамдар мен машиналар, қарсы келген машинамен гүрс етіп соғысқаны. Қайда асығып еді? Ұлы ұсталды деп хабарлап еді ғой. Жаны қиналған Ерден ыңыранды. Сәбит селт етіп мұның бетіне үңілді. Ерденнің көзін ашқанын көріп, жүрегі жарылардай қуанған ол, досының ерні жыбырлап жатқанын байқап, құлағын тосты. «Ұлым», деді, тілі егемге әзер келген Ерден сыбырлай сөйлеп. Әлгінде ғана досы тіршілік белгісін бергенде, бойын билеген қуанышы су сепкендей басылып, Сәбит, «Ұлың бар болсын», деді кейіген үнмен. «Өзің өліп қала жаздадың ғой», дегенімен артықтау кеткенін сезіп, «Тергеу изоляторында адвокат іздеп жатырмыз», деді қысқа-қысқа сөйлеп. Ерден тағы ыңыранды. Сәбит оның ұлын ойлап қиналып жатқанын түсінді. Бірақ өз жүрегінде оның ұлына деген титтей де аяушылық сезімі жоқ еді. Керісінше досының басын жыл сайын бір шырғалаңға салатын ұлды қолына түссе, түстіп жерде зығырданы қайнап, бірақ онысын Ерденге айта алмай, булығып тістеніп іштен тынды. «Тексіз неме», деді іштей, «жатырына тартқан деп осындайды айтады екен ғой». Өткен жылы көлік апатына қатысты іс қозғалып, Ерден екеуі ішкі істер басқармасының табалдырығын тоздырып жүргендерінде, бүгінде әжептәуір қызмет атқаратын Ермек бұрған-талқан болып, Аманбаевтардың аты шықпай қалады деп едіңдер. Шықты әне. Ертең-ақ бүкіл газет шулайды. Бизнесмен Аманбаевтың ұлы істі болды деп, жеттіңдер армандарыңа деп, әке-шешесіне дүрсе қоя бергеніне куә болған Сәбит. Бүгін өзі де сондағы Ермектің күйін кешіп отырғандай. Көзінің астымен Ерденге қарап қойды. Наркоздың күші қайтып, сынған сүйектер сырқырап, жарақаттары жанына батып жатса керек, ол ыңқылдамай дем алып үнсіз жатыр. «Байғұс досым», деді Сәбит іштей, «ұл деп әп-әдемі отбасыңды тастап кетіп ең. Не көрсетті сол ұл? Қасықтап жинаған абыройыңды шелектеп төкті. Қасыңда дос қалмады, туыста теріс айналып кетті. Енді міне жатырсың, өлі мен тірінің арасында, бетімен кеткен ұлды уайымдап». Біршама уақыттан кейін Ерден ыңқылдауын азайтып, демалысы қалпына келе бастады. Кірпігінің дітір етіп, ара-тұра ернін жымқырғаны, демі дірілдей күрсінгені, оның көзі жұмулы болса да ояу жатқанынан, болған жайды ойша сараптап, тығырықтан шығар жолды іздестіріп жатқанын хабар бергендей. «Сәбит», деді бір кезде ап-анық сөйлеп, «сен мұнда отырмасайшы, ана баланы шығару керек. Ермек қайда? Әуелі өзің қалпыңа кел, сосын ойласамыз ғой», деді Сәбит онша ыңғай бермей. Ерден досына таңырқай қарады. Ойласатын несі бар дейтіндей. Сәбит қитығып үндемеді.
жоғары жақта істейтін інісі ермектің мені бұл іске қатыстырмаңдар дегенін ерден қайдан білсін. Шынына келсе, Сәбиттің де абыройсыз іске араласқысы жоқ. Тек досының басы аман қалғанын тілеп жүгіріп жүрген жайы барды. Оның үстіне соңғы күндердің оқиғасы көптің көзін ашып, кімнің кім екенін, өмірдегі шынайы құндылықтың не екенін танытқандай. Соның бәрін Ерденге айтайын десе, өлім аузынан қолға қалған досын аяйды. Үндемегені сондықтан. Сәбит, деді тағы да Ерден, сен ана жаққа бар. Не істесе де ол менің балам. Құтқаруымыз керек. Сәбитті ашу қысты. Ерденнің жағдайын ойлап, өзін қанша ұстайын десе де, булыққан сезімі ырық бермей бар ойын лақ еткізіп ақтара салды. Бала емес ол, бәле. Не бетімізбен құтқарамыз? Ұл деп төбеңе көтергенде не жақсылығын көрсетті, айтшы, деді даусы жуандап. Ерден жаңа ғана жайбарақат отырған адамның бұрқ ете қалғанын түсінбей аң-таң. Сәбит болса орындығын жылжытып тақап келіп, демі дірілдей ауыр тыныстап отырды да досының бетіне төніп, саған операцияны кім жасағанын білесің бе деп сұрады. Ерден кім дегендей сұраулы кейіппен қасын керді. Айжан, 6 сағат бойы. Соны айтқанда жан дүниесін астан-кестен еткен алапат сезім ірке алмай Сәбиттің көзінен жас ыршып кетті. Сосын дәл қазір айтпаса мүлде айта алмай қалатындай асығып-аптығып сөйлей бастады. Қан көп кетіп қалыпты. Қаладағы қан орталығынан алынған қан жетпейді дегесін теледидардан хабарландыру бердік. Жан адам шықпады. Сенің қаның сирек топқа жатады ғой. Үмітіміз үзілердей болғанда бір студент қыз өзі іздеп келді деп естідік. Бірден операция жасау бөлмесіне апарып тікелей қан құйыпты. Жаның соның арқасында қалды. Кейіннен рахмет айтайық деп іздестірсек, білесің бе кім боп шыққанын? Аружан, деді еңкілдей жылап. Ерденнің өңі құп-қу болып кетті. Мұндай хабарды күтпегені соншалық не айтудың ретін таппай ыңырсып басын шайқай берді. Бірдеңе дейін десе, кезінде осы аяғына жығылған қыздарын жылатып тастап кеткені көз алдына елестеп, тынысы тарылып, аяқ-қолы сіресіп қатты да қалды. Саған айтарым мынау, деді сәлден соң лықсыған сезіміне тоқтау салып сабырлы қалпына түскен Сәбит сөзін жалғастырып. Жаның олжа, жол ортасына келгенде қайдағы бір елеске елтіп бақытыңды басқа тептің. Өмірің. Сөзін қалта телефонның шырылдағаны бұзды. Айсұлу екен. Оянды ма, деді ол үрей аралас үнмен. Оянды. Айсұлу үнсіз қалды. Сәбит оның жылап тұрғанын сезді. Өзінің де көңілі босап ештеңе дей алмады. Сол кезде бағанадан бері төбеге қарап мелшиіп жатқан Ерден тіл қатты. Айсұлу ма? Иә, Айсұлу. Телефонды маған берші. Сәбит досына таңырқай қарап аз-кем үнсіз қалды. Сосын қалбалақтап әуелі телефонның арғы жағындағы Айсұлуға тіл қатты. Ерден сұрап жатыр. Сөйлесесің бе? Айсұлу үндемеді. Не ойлап, қандай күй кешкені өзіне ғана аян. Ал жауап күтіп тосқан уақыт Сәбитке таусылмастай ұзақ болып көрінді. Біраз үнсіздіктен кейін Айсұлу көмілжей тіл қатты. Жоға, сәлем айтасың ғой, қайда жүрсе де аман болсын. Авторы Камал Әлпейісова.